Эпштейннің файлдары бүкіл әлемді жынды қылып жатыр әйтеуір. Бәрі біздің әлемді педофилдер мен сатанистер басқарады деп жүріп, байлар балаларды қорлап, оларды жейді дегенше рас па? Коронавирусты да сол байлар әдейі жасаған дегенше. Эпштейннің қолына түскен 15-ке де толмаған жас қыздарға не болды? Кімге сенеміз өзі? Эпштейннің файлдарында миллион парақ бар болса, кім өзі ол файлды интернетке салған? Эпштейн өлген ба, или типа өлген сияқты болып бір жерде демалып жатыр ма? Сәлемсіздер, мен Диана Кю. Күнде Диана Эпштейннің файлдарын өзің жақсылап айтып берші деп кеттіңіздер. Ну ладно, айтқандарыңыз болсын онда, бірақ ескертейін, бұл әлемде сондай айуан адамдар бар ма не деп қатты шок болып қалуларыңыз мүмкін. Эпштейн кәдімгі мектептегі қарапайым математика мұғалімі бола тұрып, қалай бұндай ужас қылмыстарды жасаған полиция біліп тұрса да неге оған қатаң жаза бермеген? Өйткені бейшара қыздардың өзі ақ бәрін дәлелдеп айтып тұр еді ғой. Біз Эпштейннан қорлық көрдік деп. Эпштейн шіріп кеткен бай емес, қарапайым отбасыда дүниеге келген. Кішкентайынан қалай болса да бай болып кетем деп армандаған екен. Мұғалім болып жүргеннен ақ 14-15 жасар кішкентай студент қыздарға қырыңдап, тиісіп, сөз айтып жүрген. Бірақ сол кезде жас болғаннан кейін бай ешқандай қызды зорламаған. Студенттерінің бірінің өте атақты банкте жұмыс жасайтын әкесімен танысып, менің 2 диплом бар деп алдап, дәл сол банкке жұмысқа тұрып алады. Ал негізінде әшейін мектепті ғана бітіріп үлгерген, бір дипломы жоқ, бірақ ақылды жігіттердің бірі еді. Эпштейннің байып бастаған кезеңі дәл осы банктен басталған. Уақыт өте келе жүріп жүрген қызының мойнына әшекей алып берем деп, банктың $100,000 ұрлап жұмыстан қуылған. 1980 жылдары Эпштейн уже миллионерге айналады. Алдын жұмыс істеп қуылған банкке енді өзі клиент болып барады ғойшы. Ал ол банк Эпштейнге ақшадан бөлек жұмыс істейтін жас қыздарды да жіберіп отырады. Не үшін екен подробно түсіндіріп отырмай қояйын. Енді қараңыздар, мыналардың бәрі Эпштейннің үйлері. Ойбай, сарай деп айта салайында. Бұл Дональд Трамптың үйінің қасындағы үй, Мексикадағы үйі, таунхаусы, тіпті островта болған. Эпштейн бірінші өзіне модель қыздарды жинап бастады. Бірінші типа отельге кастингке кел деп шақырып алады екен де, кейін модельдерді сол жерде қорлаған екен. Қаншама байғұс модель қыздар отельден жылап тұрып қашып кеткен. В общем, Эпштейн өңшем ата-анасымен ұрсып жүрген, немесе жетім қыздарды, ақшадан тарығып жүрген қыздарды, 14-15 жасар кішкентай қыздарды, миында ауытқуы бар, дұрыс ойлана алмайтын қыздарды, аяғыма массаж жасасаң осынша ақша берем деп алдап шақырып алып, кейін үйінде қорлаған. Ал сол қорлық көрген қыздар Эпштейннен қорыққаннан ақша керек болғаннан басқа да сондай қыздарды алдап Эпштейннің үйіне алып келіп жүрген. Пирамида сияқты жалғасып кете берген ғой. В общем, не керек? Эпштейн нағыз педофайл болған. Қыздар іздеп тауып келіңдер, қанша кішкентай болса сонша жақсы деп жүрген. Бір күні қасына 22 жасар, тағы да айтам, 22 жасар қызды алып келгенде, құрт бар мынауыңда, қартайып қалған ғой деп қуып жіберген екен. Ай құдай ай, біздің планетамызда осындай адамдармен өмір сүріп жүрміз ба қазір? Ужас қой, ужас. Уақыт өте келе Эпштейннің Дональд Трамп сияқты шіріп кеткен бай таныстары да көбейе бастайды. Таныстары көбейіп, жас қыздарды зорлап алып келетін вечеринкалары да көбейді. Өңшем өзі сияқты байларды жинап алды. Алдарыңызда Эпштейннің қорлаған қыздарының бірі Вирджиния. Оны Эпштейннің қасына алып келгенде жасы бар жоғы 16-да болатын. Тағы да сол оны алдап алып келіп, кейін қорқытып қасында ұстап тұрған. Қыздың айтуы бойынша, менің қарсылық көрсеткенім Эпштейнге ұнайтын. Мен айқайлап оны итерген сайын, ол содан рақат алатын деп айтыпты. Анауың псих қоя. 2010 жылы арадан 10 жыл өткенде қыз әрең дегенде Таиландқа қарай қашып кетеді. Тек 2011 жылы ғана ең бірінші болып Эпштейн мені зорлады деп айтқан дәл сол Вирджиния болды. Бірге түскен фотолары да бәрін дәлел ретінде көрсетті. Алайда не болды? Әрине Эпштейн еш нәрсені мойындамады. Бұны айтуға өкінішті, алайда почти 1 жыл алдын 2025 жылдың апрель айында Вирджиния қайтыс болды. Өз-өзіне қол жұмсады. Жасы 41-де еді.
Мені зорлап әртүрлі еркектерге берді. Олардың ішінде миллиардерлер де болды, политиктер де, профессорлар да, барлығы Эпштейннің қатары еді. Солар бүкіл әлемді, барлық адамдарды басқарып отырған. Мені қонаққа барғанда подарок ретінде алып баратын. Мысалы біз қонаққа барсақ магазиннен нан, тәтті алып барамыз ғой. Мені дәл солай құр қол бармау ретінде апаратын. Ал басқа қыздардың бірі Эпштейн әпшем екеумізді бірінші Диснейлендке апарып қыдыртты. Әртүрлі подаркалар алып берді. Кейін әшем массаж жасап берсең болды, $300 берем деп алып, алдап үйіне апарып ары қарай бірінші футболкасын шешуді өтініп, кейін қинады деп айтқан. Қыздың жасы тағы да сол 14-те болған, 14-те. Қыздардың темасын жалпы түсіндіңіздер деп ойлаймын. Сол алдап, массаж деп өңшем кішкентай қыздарды шақырып алып, қорқытып білгенін жасаған ғой в общем. Қыздар бірінен кейін бірі Эпштейннен зорлық көрдік деп шыққан соң 2008 жылы Эпштейн түрмеге отырды. Алайда бар жоғы 13 айға ито рахаттанып, элитный, бүкіл жағдайы жасалған, интернеті бар, телевизор бар, қалаған тамақты әкеп беретін түрмеде отырған. Зорлық жасаған қыздардың бәріне кешірім сұрау ретінде ақша төлеп шыққан екен. Түрмеден шығып алып болса, қайттан сол бұрынғы өміріне өткен қыздарды алдап әкеп, қорлап, әумәу дегендей. Алайда бұдан да бетері бар. Эпштейн шынымен де балаларды жеген ба? Эпштейннің балаларды жеген дегені рас па жоқ па? Жақсылап зерттеп көрейік. Қайдан шықты бұл өсек десеңіздер, Эпштейннің файлында дәл солай жазылып тұр. Яғни фотолар тұр. Мысалы, мына фотода жұлдыздар жиналып алып, жалаңаш жатқан қыздың үстіне құйылған соустың дәмін көріп жатыр. Ал балаларды жеудің қандай екенін енді айтпай-ақ қоя салайын. Сразу айта салайын, бұған ешқандай дәлел жоқ. Тек файлда жазылған сөздер, 2 жасқа дейінгі бірнеше балалардың фотолары және айтылып жатқан өсектер ғана бар и все. Так что именно осы балаларды жеген ба деген сұрақ мәңгілікке жауапсыз қалады. Алайда 2 жасқа толмаған балалардың фотолары файлда не істеп жүр десеңіздерші, иә? Файлдың ішінде тағы кімдердің аттары бар? Әрине Дональд Трамптың өзі. Алайда Трамп жақында ғана мен давно 2000 жылдары Эпштейнмен араласпай қойғам. Маған бәрің жабысып бәле болдыңдар деген сияқты нәрсені айтып жүр. Одан бөлек Норвегияның принцессасы Марта, миллиардерлер, ғалым Стивен Хокинг, жатсын қараңыздар, Майкл Джексон, Майкл Джексонның есімі де файлда бар. И, конечно, Илон Маск. Ох, өмір не болып бара жатыр десеңіздерші. Так, коронавирустың Эпштейнге не қатысы бар? Или вирусты әдейі шығарған солар ма? Файл бойынша Эпштейн мен қаншама бизнесмендер 2017 жылы бір-бірімен вирус қандай болады, оның еміше, вакцинация ше деген хаттар қалдырған. Ал коронавирус естеріңізде болса 2019 жылы шығып еді. Дәл сол 2019 жылы Эпштейн тағы да жас қыздарға зорлық көрсетті, балаларды сатумен айналысты деген айыппен ұсталып, түрмеде соттың шешімін күтіп отырғанда қайтыс болды. Официально полицияның айтқаны Эпштейн өзін өзі өлтірді деп айтты, ал адамдар болса оған келіспей жүр. В общем, 2 версия бар. Или Эпштейнді шынымен де біреу өлтіріп кетті, или типа өлдіге санап, қазір Эпштейн беймарал басқа жерде дым болмағандай өмір сүріп жүрген болуы да мүмкін. Өйткені Эпштейн отырған түрмедегі камера қайта істемей қала берген. Менің ойымша, өлсе өлген шығар, сонша нәрсені бүлдірсе де, уже қартайып та қалған еді ғой, жасы 66-да болған екен өлген кезінде. Бір нәрсе точно анық, Эпштейн тірі ма жоқ па, бұны енді ешкім, именно біз ешқашан біле алмаймыз. Так, Pizzagate деген не? Оның балаларды жеуге не қатысы бар? Тоже файлдан шыққан теория. Pizzagate атты пароль сөз арқылы олар балаларды жеген деген өсекте бар. Мысалы, егер менюдан пицца чизи, яғни сырная пицца десе, кішкентайларды қорлау дегенді білдіреді екен. Одан бөлек олар жас болып жүру үшін балалардың қанын ішеді дегенде теория бар. Бұл теорияның интернетте жүргенде негізі біраз болды. Бай шіріп кеткен адамдар балалардың қанын ішеді деген.
балалар арқылы әртүрлі ритуалдар да жасаған деседі. Егер осының бәрін Трамп біліп тұрып Эпштейнмен араласпай кеттім десе, демек Трамптың өзі де солармен бірге оларды қолдайды деген сөз, яғни Эпштейнді. Енді ең бастысына келейік. Бұл айтылғандардың бәрі все-таки рас па, жоқ па? Біріншіден, файлдағы қаншама, әсіресе қыздар өзінің сол файлда не істеп жүргенін түсінбейді. Көбісінің есімі сол файлдарда тұрғанымен оларға дым да болмаған, яғни оларды ұрлап кетіп қорламаған. Меніңше сондай жаман ойлары болып есімдерін файлдарға қосқан, бірақ кейін бірдеңе болып қалып пландары өзгеріп кеткен болуы да мүмкін. 14-15-ке толмаған жас қыздарды қорлады дегені енді ол точно рас. Өйткені қаншама қыздардың өзі дәлелмен Эпштейнге қарсы шыққан. Қазірше тек Гисли Максвелл ғана түрмеде отыр. Эпштейннің күшігі болған деп айтайыншы. Қыздарды алдап әкелген и адамдарды сатумен айналысқан. 2022 жылы 20 жылға қамалды. Одан басқа әлі ешкім ұсталған жоқ. Әлі интернетке шықпай қалған файлдар қаншама кім білсін. Көбісі 3 миллион файл шықпаған деп айтып жатыр. Енді олар шыға ма жоқ па, ішінде қандай ужастар бар, кім білсін. Жалпы Эпштейннің жасағаны уже таңғаларлық нәрсе емес. Қаншама бай адамдар, бизнесмендер, шіріп кеткен байлар негізі дәл осындай қылмысты жасап жүр. Прекрасный пример ол игра в кальмара. Сол жердегі виптердің ұйымдастырып отырған ужас нәрселері. Просто сол сериалдан ақ біле берсеңіздер болады, біздің әлемдегі ең бай, влиятельный адамдар нені бүлдіріп жүргенін. Жалпы Эпштейннің тақырыбы сіздерге түсінікті болды деген үміттемін. Міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Кім мен сияқты осылай қысқа нұсқа барлығын анық айтып береді. Ал сіздермен болған Диана Q. Келесі роликте кездескенше.